Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қытырлап тұрған қаттама нанның рецептісін ұсынамын. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Байқасаңыздар, арасы қабат-қабат пияз қосылған қаттама нанды менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Суымызға біраз қасық тұзды қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болмауы қажет, яғни қаттылау болып шығады. Бұл рецепт бойынша жақсылап июін қандырып, қамыр илейтін боламыз. Қамыр жақсы жайылу үшін міндетті түрде қамырдың илену барысында июі жақсылап қану керек. Мінеке, қамырымыз қаттылау, байқасаңыздар. Енді бұл қамырды біз салфан пакетке жарты сағатқа қалдырамыз, бөлме температурасына. Енді біз салмасына кірісеміз. Бұл жерде пиязды жұқалап турап аламыз. Дайын болған пиязымызды табаға салып қуыратын боламыз. Бір стакан сұйық майымызды құйып, қыздырып, пияздарымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша қуырып аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұз, қара бұрыш, паприка қоссаңыздар да болады. Осындай етіп қуырып, суытып алатын боламыз. Мінеке, жарты сағаттан кейін біз қамырымызды қайтадан иілеп, оны біз 4 бөлікке бөліп, кішкентай зуала жасайтын боламыз. Дөп дөңгелек етіп ораймыз жан-жағын. Тағы да жарты сағатқа пакетке қалдырамыз. Бұны қалдыру себебіміз біздің қамырымыз өте қатты болғандықтан, ол тұрған сайын жұмсарады және жаюға икемді болу үшін біз қамырды жақсылап алдымен демалдырып алуымыз керек, тынықтырып. Әрі қарай қолымызбен жайып, ұнның көмегіменен оқтауымызбен қамырды дөп дөңгелек етіп жұқартып жаямыз. Қамырды жаю барысында салмақты екі жанына ғана саламыз. Себебі ортасы жұқа, шеті қалың болып кетуі мүмкін. Сондықтан барынша екі жанын жұқартуға тырысыңыз, ортасына көп апармаймыз. Мінеке, біздің қамырымыз жайылды, артқы жағынан саусағымыз көрінетінде өте жұқа. Енді манағы суытып алған салмамызды осы жерге 2 ас қасық, 3 ас қасық көлемінде маймен бірге араластырып салып аламыз да, қолдың көмегімен жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп жайып аламыз. Мінеке, көріп тұрғандарыңыздай, енді шетінен бастап ауа өткізбеуге тырысып орайтын боламыз. Екі жандарын қатты қолымызбен қысамыз, себебі майымыз ағып кетпеу үшін. Енді осы жерде 2 бөлікке қарай жинаймыз, яғни бірін ішке қарай, екінші бөлігін сыртқа қарай, екінші ұшын. Осындай шығады. Енді осы кішкентай жағын үлкеннің үстіне басып, қамырымызды салфан пакетімізге тағы да қалдырамыз. Қалған бөліктерді де дәл осы ретпен жалғастырамыз. Салмамызды салып, толықтай айналасына жағып орайтын боламыз. Алдыңғы қамырымыз біздің демалып тұрғандықтан, барлығын бірінші жайып алып, содан кейін барып пісіруге кеңес беремін. Себебі жаңа оралған қаттамамызды бірден жаятын болсаңыздар, дұрыс жайылмауы мүмкін. Кішкене демалдырып барып жайған дұрыс. Барлығын осы ретпен қайталап дайындап аламыз. Мінеке, 4 бөлікті де дайындап алдық. Енді әрі қарай алғашқы бірінші жасаған қамырымызды шығарып,
оқтаудың көмегімен жайып пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Өте қатты жұқа қылудың да қажеті жоқ. Қаласаңыздар тефлоновый коврик пайдаланып пісірсеңіз де болады, немесе салмай-ақ пісіруге де болады. Қызып тұрған пеште қызартып пісіріп аламыз. Оған дейін екінші бөлігінде жайып дайындап аламыз. Бұл рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Әсіресе пияз қосылған қаттама дәмі ерекше дәмді. Мінекей дәл осылай пісіріп алдық. Қалған бөліктерінде осы ретте сақтай отырып пісіріп аламыз. Иісінің өзі пісіріп жатырғанда бөлмені алып кетеді. Сондай дәмді. Бұл қаттаманы жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Пияздардың ішіне салып жібереміз. Қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің қаттамамыз дайын. Өте дәмді, қытырлақ болып, әдемі болып шығады. Дәмі деген енді сөз жоқ. Пісіріп болмай жатып балдарым уже біреуін жеп қойды. Енді иісі сөз жоқ. Арасы қабат-қабат, осындай дәмді пиязбен жасалған қаттама ерекше болады. Арасының қабаттарын байқасаңыздар өте жаңағы керемет болып шығады. Енді бұл рецепті міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, достар. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.